Жаратылысы нәзік болса да, қайсарлық, көзсіз ерлік бойынан табылған Әлия мен Мәншүктің есімі бүгінде ел есінде. Бұл екеуі қазақ халқы үшін қашанда мәртебелі. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болады. Нағашысы Әубәкірдің үйінде өсіп, есейеді. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Соған қарамастан оны біраз уақытқа дейін атыс шабыс алаңына жақындатпады. Бірақ жас қазақ қызы алға ұмтылды. Жауға қарсы оқ жаудыруға асықты. 1943 жылы снайперлер дайындау мектебін аяқтайды. Сол жылы арнайы атқыштар бригадасының снайпері болған. Ұрыс таласында жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойды. 19 жасар Әлияны майдандастары шығыс жұлдызы деп те атаған. Батыр қыз 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының Новосокольники ауданында қаза тапты. Бейбіт болашақты орнату үшін тәуекелге бел буған батыр қыздардың қатарында Мәншүк Мәметова да бар. Ол 1922 жылы Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған ару қыз жастық шағын тәрк етті. Алматы медициналық институтында оқып жүрген кезінде соғыс басталды. Халқына төніп тұрған қауіпке жаны шыдамай, дамыл таппастан әскерге өзі сұранып барды. Фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ. Сондықтан өзімді жіберіңіз деп өтінішін айтты. 1942 жылдың тамыз айында Қызыл армия қатарына алынды. Осылайша отанды артқа тастап, ерлермен қатарласып жаумен алысты. Әйелмін деп әлсіздік танытпады, жаспын деп соғыс жалын жатырқамады. Бар арманы қалайда жеңіске жету. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысының Невель қаласын босату үшін қантөгіс соғыс басталды. Сол күні Мәншүк пулеметімен дамылсыз оқ атып, ерен ерлік көрсетті. Жаудың Мәншүкке қарсы атқан оғы оның ажал оғы болып, өрімдей қыздың өмірін қиды. Өрлік пен батырлық, қайсарлық пен өжеттілік қазақта бар қасиет. Отан үшін деп қан майданға аттанған ару қыздардың артында аңыз боп ерліктері қалды.